Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Хичини дайындайтын боламыз. Қажетті ингредиенттерді төменде қалдырамын. Ең алдымен сары майымызды отқа қойып ерітіп аламыз. Басқа ыдысымызға сүт және айран екеуін құйып, газға қойып жылытып аламыз. Сары майымыз еріді. Ұнымызға қант пен тұзды салып араластырамыз. Жылыған айран мен сүтімізге сода саламыз. Сода бірден реакциясын береді, араластырып ұнның үстіне құямыз. Майымызды құямыз, жақсылап тестамызды араластырамыз. Тестамыз біріккеннен кейін үстіне тағы 100 грамм ұн салып, қамырымызды илеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетке салып, 2-3 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Дайын болған тестамызды холодильниктен алып, 150 граммнан бөліп аламыз. Екі түрлі начинка дайындаймыз. Бірі картошкамен, екіншісі брынзамен. Брынза тұздалған болса, тұз салмайсыздар. Картошкаға да кішкене брынза қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Енді хичиналарды дайындаймыз.
Тестамызды аламыз, ұн сеуіп жайып шығамыз. Ортасына домалақ етіп начинкамызды салып, жан жағынан біріктіріп шығамыз. Біріккен жағын астына қаратып, тестаны жұқалап етіп жайып шығасыздар. Осындай жұқа болады. Табамызды отқа қойып қыздырамыз. Табаны майламайсыздар. Нанымызды салып қызартып аламыз. Екі жағынан екінші жағында қызартып аласыздар. Бір келкі болғанша. Жылы күйінде сары майды жағып аламыз. Маргарин жағуға болмайды. Сары маймен өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.